Биыл жазғы демалыс лагерлерінде мүгедек балалардың да демалуына жағдай жасалмақ. Бұл туралы Аманат партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалы жанындағы отбасы және халықты әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі кеңесте айтылды. Облыс аумағында 575 лагерь жұмыс істейді. 101 мыңнан астам бала тынығады. Енді мүмкіндігі шектеулі және тұрмысы төмен отбасылардың ұландары да қамтылады. Бұл ретте лагерлерден танымдық сипаттағы үйірмелер ашып, жеткіншектерге барынша қолайлы жағдай жасалу керек дейді партиялықтар. Демалыс орындарын тек қана школ жанынан, мысалы мектептің жанынан бір үйірмелер, я болмаса бір тек қана стационар сияқты келіп кету, ол аз деп ойлаймыз. Сонымен бірге ол тек демалып қана емес, ол сауығуға да әсері, көңілін көтеріп, басқаша атмосфера болу керек қой негізі. Осыны қадағалайтын боламыз және соны іске асыруына күш-жігерімізді саламыз деп айтайын. Аманат партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалы жанындағы отбасы және халықты әлеуметтік қорғау мәселелері жөніндегі кеңес 5 жылдың ішінде аула клубтарының жұмысын жолға қойып, мыңдаған нысанды тексереді. Ал бақытты отбасы партиялық жобасы аясында аудандардан жас отбасыларды қолдау орталықтары ашылған. Сонымен қатар балаларға психологиялық көмек көрсету ісі ілгерілеп, мектеп оқушыларына көрсетілетін зорлық-зомбылық 38%-ға төмендеген. Бүгін құрамы қайта жаңарған кеңес енді қайта бейімдеу орталықтарын жандандыруға күш салмақ.